Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы жаңа 10-шы сабақты жуан және жіңішке дауысты дыбыстармен танысатын боламыз. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы. Балақайлар әні. Ардақтаймыз атаны, аялаймыз әжені. Атам қандай ақылды, әжем қандай әдемі. Атам ататай, ойнақтайды ботатай, әжем әжетай, шүпірлейді шөжетай. Балалар, балақайлар әні өлеңінің авторы Баянғали Әлімжанов екен. Енді сандықшадағы шүпірлейді сөзін қарайықшы. Ол қандай мағынаны береді екен? Яғни бір жерге көп адамдардың көп болу жиналуын шүпірлейді деп атайды екенбіз. Өлеңде кімдер туралы айтылған екен? Дұрыс айтасыңдар. Атамыз және әжеміз туралы айтылыпты. Атамызды ардақтаймыз, әжемізді құрметтейміз депті, иә балалар. Атамыз сондай ақылды, әжеміз сондай әдемі деп балалар әжесі мен атасын еркелеткен екен. Енді ата, әже, бота сөздеріндегі дауысты дыбыстарды атайық. Олардың жуан немесе жіңішке екенін анықтайық балалар. Ата сөзіндегі а дыбысы жуан екен, әже сөзіндегі ә, е сөздері жіңішке екен, бота сөзіндегі о, а сөздері жуан екен. Олай болса балалар, жуан дауысты дыбыстарды қайталайықшы. А, о, жақсы балалар, естен шығармаймыз. Олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Көркем жаз сөздердегі дауысты дыбыстар жуан ба, жіңішке ме анықта дейді. Аталар сөзі ақылдың көзі. Қандай керемет айтылған. Аталар сөзі ақылдың көзі. Аталардың әрбір айтқан сөзі ақыл екенін естен шығармайық. Осы жерден жуан және жіңішке дауыстарды анықтаймыз. Мысалға, ата сөзінде а дыбысы жуан дауысты. Келесі үшінші жаттығуға қарайық. Берілген әріптерден бірнеше сөз жаса дейді. Міне балалар, гүлдің суретін көріп тұрмыз. Осы жерден қандай сөздер шығаруымызға болады? Сөздердегі дауысты дыбыстардың жуан немесе жіңішке екенін айтып бер дейді. Қараңдаршы, қандай сөздер шығаруымызға болады екен? Бірінші гүлімізден қол, жол, тор, қор деген сөздер шығаруға болады екен. Бұл жердегі о дыбысы, бұл дауысты дыбыс, жуан дауысты дыбыс деп атаймыз. Ал екінші гүлімізден жел, жер, тер, тез, бел деген сөздер шығаруға болады екен. Тағы да өздерің ойланып шығарып көрсеңдер болады. Бұл жердегі е дыбысы жіңішке дауысты дыбыс. Сонда бірінші гүліміз жуан, екінші гүліміз жіңішке болып тұр. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Менің каналым ұнаса, тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.